Арыс қаласы әкімдігінің жанынан құрылған мобильді топ күні-түні рейд жұмыстарын жүргізуде. Осы күнге дейін карантин талаптарын сақтамаған жеке тұлғалар мен кәсіпкерлерге 152 анықтама толтырылып, оның ішінде 86 жеке тұлғаға және 2 кәсіпкерлік нысанға хаттама толтырылған. Қала әкімі Мұрат Болатұлының тапсырмасымен қаладағы карантин талаптарының сақталуын қадағалау мақсатында арнайы 8 топ құрылған. Оның 2-і тікелей Арыс қаласында болса, қалған 6 топ ауылдық округтерде жұмыс жасауда. Мониторинг топ қатары қала әкімінің орынбасары Рысдәулет Айтбаевтың жетекшілігімен Арыс қаласы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының мамандары, ішкі істер бөлімінің қызметкерлері мен ауылдық округ әкімдік қызметкерлерімен толыққан. Аталған ұжым күнделікті базар маңын және бірқатар кәсіпкерлік нысандарды аралап, карантин талаптарының сақталуына кезекті мониторинг жұмысын жүргізуде. Аралау барысында бетперде тақпаған қала тұрғындарына қатаң ескерту салынды. Карантиндік басталған кезде, алғашқы кезде біздің енді Арыс халқын тұрғынын алсақ, тұрғындар онша маска кимей, карантиндікті жаңағы мойындамай, сондай режимді сақтамай, сондай жаңағы жеңіл-желпі ұстады халық. Соның әсерінен бірнеше азаматтарымыз денеден өтіп құрбан болды. Құдай бетін ала қылсын, енді қалғанымызға Алла өмір берсін. Осыны тоқтату үшін қала әкімі Қадырбек Мұрат мырза жедел түрде мобильдік топ құрастырып, 8 топ құрастырылды. Оның 6 ауыл округтерде жүр, қызмет етіп ауыл әкімдеріменен, 2-і осы Арыс қаласының ішінде. Бұл індетпен көпшілік болып күресуіміз керек. Жалғыз әкімнің бойында, съездің бойында, полицияның қызметкерінің бойында деген жеңіл-желпі сақтау болмайды. Сондықтан елімізді аман алып қалуымыз керек. Айта кетейік, карантин режимі басталған уақытта қала тұрғындары бейқамдық танытып, басым көпшілігі бетперде тақпайтын. Сәйкесінше мобильді топ жұмысы тұрақты түрде жүргізіліп, халық санитарлық талаптың маңызын түсіне бастаған. Алтынай Өтебек, Алмасбек Өмірзақұлы, Арт ТВ жаңалықтары.